Ассалаумағалейкум, ақиқатты ұран еткен алаш елі. Бүгін мен бар шындықты сіздерге айтқым келіп отыр. Қиналып жүрмін, шаршадым мен, шын айтамын, шаршадым. Елімізде екінші ақтабан шұбырындық айналдырған биліктің жауыздығынан шаршадым. Өз қазағын қыру үшін жат елден әскер әкелген биліктің сатқындығынан шаршадым. Бізде бәрі жақсы деп жүргендерге айтарым. Түфу, мә сендерге. Ренжімеңіздер, қатты айтсам. Қара қазақ әлі де көшеде қаңғып жүр. Сары жакет киіп алып, қатқан аязда көшеде қар күреп жүрген аналарды көрмедім деші. 6 баламен бір бөлмелі контейнерде тұратын қазақты көрмедім деші. Бәленбай пайызбен ипотека төлеп жүрген отбасын көрмедім деші. Киіміңе қарап қабылдайтын әкімдерді көрмедім деші. Әкесі мұраға қалтырғанда елімізді саудаға салғандарды көрмедім деші. Көрдің ғой, солай ма? Онда не істеп отырсың үйде? Осы айдың 27-сі күні Алматыдағы Шоқан Уәлиханов алаңында митингке кел. Күтемін бәріңді. Байлар мен шенеуніктер келмей-ақ қойыңдар. Это не ваша война. Мен Жан Ахмадиев, мен де сол митингте боламын. 27 ақпан күні Шоқан Уәлиханов алаңына келіңіздер. 12:00-де басталады.